Сәлем достар, бүгінгі дәрісте біз сіздермен Bootstrap тақырыбына қатысты практика жұмысын жасаймыз және де өзіміздің екінші сайтымызды портфолиомыздағы жасап шығарамыз. Ендеше кірсек, мен сіздерге осы сабақтың астында GitHub жүйесінің описание бөлімінде ссылкасын қалдырып кетемін. Сол жерде сіздерге осы Avocode қосымшасына жүктейтін осы макетті және де өздеріңізге қажетті папкалардың тізімін, папкаларды беріп кетемін. Ішіне тек index.html және де style CSS атты файлдарды жөндеп жазу керек. Алдыңғы сайттарымызда белгілі болғандай, алдындағы сайтымыз жасау кезінде көп адамдарға суреттерді осы макеттен алу және де әртүрлі файлдарды жүктеу қиынға соқтырған. Сол себепті бұл жолы сіздерге папкаларды дайындап, тек index.html және де style CSS жазу мүмкіндігі бар жұмысты ұсынайын деп отырмын. Ендеше кірсейік. Бұл бізде екінші сайтымыз. Осындай Uber деп аталынатын сайты жасау қажет. Бұл жердегі қажетті суреттердің барлығы және де иконкалар, шрифттер, барлық материалдар сіздерде болады. Енді қарап отырсақ, бізде бұл сайтты мен басынан бастап айта кетейін. Бүкіл аумағын, яғни бүкіл жерді мен өзім жасамаймын. Сіздерге бірінші аумақты жасап көрсететін боламын. Әрі қарайта дәріс барысында көре жатамыз. Және де айта кетерлігі, сіздерге өзіңізге берілген жұмыс болғандықтан сол нәрселерді жасап, практика жасағандарыңыз жөн. Ал егер де оған шамам жетпей жатыр, немесе кейбір жерлер қате шықты, тексеріп алсам бола ма десеңіздер, толық сайттың кодын сіздерге белгілі файлдар арқылы мен жіберетін боламын. Бірақ оны өзіме запрос тастауларыңыз керек, осы файлдарды маған жібере аласыз ба деген секілді. Ендеше кірсек, бірінші мен сіздерге жіберетін папкаларым неге осылай аталады. Бұл жерде dist деген папка бар және src деген папка бар. src-дің ішіне css, icons, image және де index.html файлдары бар. Сіздердің басты жұмыстарыңыз осы index.html файлымен және мына жердегі style CSS пен жұмыс жасау. Одан өзге біздер Bootstrap гридтік жүйесін қолданамыз. Сондықтан мына жердегі екі файлды, reboot пен grid мен CSS-ті мен сіздерге салдым. Сондықтан оны бөлек скачать етіп отырмайсыздар. Бізге қажеті тек осы болғандықтан осыларды қостым. Ең әуелі біздер проектімізді бастамас бұрын өзімізге қажетті файлдарды толығымен қосып алуымыз қажет. Мына жерде біздер link деп өзімізге қажетті ссылканы шақырамыз және де ішіне қажетті файлдарды CSS папкасының ішіне енгіземіз. Яғни CSS-ның ішіне Bootstrap grid керек және де сол секілді линкті тағы да жазып CSS папкасының ішінен Bootstrap reboot'ты шақырамыз. Ал содан кейін барып біздің стилистикамызға өзіміздің style CSS-імізді жазатын боламыз. Естеріңізде болса, бұл style CSS ең соңынан жазылу керек. Себебі бірінші Bootstrap-тық ережелер орындалу керек. Reboot деген бұл бізде normalize үшін қажет және гридтік жүйе үшін grid мен CSS қажет болып табылады. Келесі, ең соңғысы ол стилистика, яғни өзіміз жасаған стиль болып табылады. Енді макетімізге толығымен қарайық. Бұл жерде алдыңғы сайттан ерекшелігі header бар және де оның кішкентай астындағы бөлігі де header деп аталынады. Және де жалпы осы печені қазір мен сіздерге жасап көрсететін боламын және де ескерту керек заттарды естеріңізге салатын боламын. Ең алдымен бізге header деген нәрсені шығару керек. Header семантикалық тегін шақырамыз, себебі бізде мына жерде меню бар. Меню бар, жалпы сайтымыздың мінеке басыңғы бөлігі бар, шапкасы бар, яғни. Соны жасау үшін header тегін шақырды. Header тегінен кейін, header тегінің ішіне біздер, егер де бақылап отырсаңыздар, мынандай меню бар. Бұл менюді жасау үшін ең алдымен біздер мына жердегі сетка гридтік жүйені қарастырайық. Гридтік жүйеге бағынып тұр, себебі осы контейнердің ішінде орналасқан екі жағынан бірдей отступ берілген, яғни бұл көп сайттарда қолданылады деп сіздерге ескерткен болатынмын. Енді сол үшін, соңына шақыру үшін контейнер деп шақырамыз. Бұл бізде екі жағына отступ беретін нәрсеміз, классымыз. Оның ішіне біздер
navigation барды шақырамыз, яғни бұл меню жасауымыз үшін қажет. Ол навбардың ішіне біз өз кезегінде ол лист жасауымыз керек, яғни unordered list деп аталынады. Мен сіздерге бұның қандай мағына білдіретіндігін айтқан болатын, және меню жасау барысында бұны қолданамыз деген болатынмын. Келесі кезекте оның есімін берейік, меню деп, және де emmet-тің көмегімен осындай конструкция жазайық. Яғни әрқайсында оның ли болу керек, және де оның аты меню item деп аталыну керек. Мінекей, және де оның саны 5 болу керек. Себебі тағы да қарастырып көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6 менюдағы жазу болғандықтан біздер оны 6-ға көбейтеміз. Осыдан кейін оның ішінде ссылка болу керек, себебі біз бір осындай главныйны басып, ол главный бетке, а со своим автомобилем деген кезде мына жер бетке ауысу керек. Сондықтан осы нәрсені жасау үшін біздер ссылка жүйесін қолданамыз. Сондықтан ссылкаға да есім берейік, меню линк деп берсек болады. Енді осы конструкцияны жүзеге асырамыз. Мінекей мына жерде бізде конструкция жүзеге асты. Конструкцияның ішінде мына жерде біздер белгілі бір сайттарды қойымыз керек, қай жерге баратын. Әзірше біздер оған опшнмен белгілеп алып, барлығын бірге остыра салайын. Заглушка қоя тұрамыз. Бұл жерде мына белгі, яғни қалай аталынады, штрих, бұл белгі бізде заглушка деген мағынаны білдіреді. Яғни әзірге бұл ешқайда апармайды. Кейінірек өзіміз сайтымызды қойған кезде бұны қарастыратын боламыз. Келесі кезекте біздер главная деген секілді аттарды мына жерден копировать етуіміз керек. Және айта кетерлігі, бұл жерде дизайнердің қателігі, негізі әрқайсысын бөлек-бөлек тексті қосымша ретінде жазып көрсету керек еді, бірақ бұл жерде бізге көрсетілмеген. Сондықтан бізге дизайнердің жұмысын өз жұмысымызға айналдырып, бұның барлығын жазып отыруымыз қажет болады. Яғни мына жерде тек главная деген сөз керек, қалған жерлерді копировать етіп қалған аймақтарға қояйық. Тегінің ішінде орналасуы керек. Так. Келесі кезекте мына жер. Егер де кез келген практика жасау барысында сіздерде сұрақ қойылатын болса, онда Tandest ID-ға жазып, өз сұрақтарыңызға ответ алсаңыздар болады. Вебкаға біздің Tandest ID, одан бөлек Python және де тағы да басқа курстар өткізетін болғандықтан мен тікелей сол вебкаға байланысты сұрақтарға жауап беретін боламын. Окей, аз қалды, күтіп тұрайық. Енді қазір стилистикалық қосымшаларын жасау керек болады. Мінекей біздер өзіміздің бірінші конструкциямызды жасадық. Яғни бұл мына аймаққа қатысты болып саналады. Мына аймаққа қатысты. Енді осы жердің біздер стилистикалық өрнектерін жазайық. Ол үшін Style CSS-қа кіреміз. Бұл жерде барлығына белгілі робото шрифті қолданып тұр. Сондықтан бұл не деп ойлап қалмаңыздар, бүкіл документ үшін робото sans serif шрифті қосылып тұр деген мағынаны білдіреді. Оны қайдан алып жатырмыз десек, мен ең басында сіздерге осындай дайын күйде SDN арқылы осы Google Fonts'тағы роботоны осы жерде линк арқылы шақырған болатынмын. Келесі кезекте енді мен өзімнің хедеріма белгілі бір стилистикалық қосымша беруім керек. Бұл жерде хедерді неге хедер ретінде шақырдым? Класс бермедім, себебі менің хедерім біреу болып табылады. Сондықтан бұл жерде хедерді шақырған дұрыс, себебі біздің сайтымызда тек бір хедер болады. Өз кезегінде біздер енді авокодтағы оның стилистикасын алатын боламыз. Width'і бізге керек емес, себебі біздің 100% ауқымымызды алу керек. Және де егер бақылап тұрсаңыздар, мына жерде хедер біздің үстіңгі жақ аумақтыда, яғни қамтылмаған аумақтыда алған. Сондықтан біздер белгілі бір математикалық теңдеулерді жасай отырып, мына аралықтың 50 пиксель екендігін анықтап алған болатынбыз.
кез келген сабақ жасардың алдында мен міндетті түрде дайындық жұмысын өткіземін. Сондықтан бұл жердің 50 пиксель екендігінен күмәнданбаңыздар. Мінекей 50 пиксельді қойдым, несін қойдым. Цветін енді менюді шақырам. Меню деген бізде мына листіміз болып саналады, яғни ол листіміз болып саналады. Енді оның өлшемдерін анықтау үшін мен сіздерге Avocode қосымшасынан зерттеп көрейін. Бірінші біздер гридтік жүйені қолданатын боламыз. Гридтік жүйені қосып аламыз да, өзімізге қажетті аймақты байқалаймыз. Яғни мына аймақтың ішінде орналасқан. Сондықтан оның паддингтарын және де басқа жағынан анықтау үшін, яғни көрсету үшін біздер осы жерді қолданамыз. Так. Қазір аймақтың пиксельдік өлшемдерін анықтап алайық. Мінекей, екі жағынан 70 пиксель ұзындық бар екендігін, 70 пиксельдей 71 пиксель, шамамен 70 пиксель деп алсақ болады. Сондай хидердан паддинг жүзеге асып тұр, менюдан сондай меню осындай жерді алып тұрса, ішкі паддингі осыған тең болып тұр. Сондықтан соны дәл қазір жазайық. Бізде паддингті шақырамыз, және де ол бізде 10, 0, және де екі жағынан 70 пиксель дегенді әзірше осылай белгілей тұрамыз. Енді келесі кезекте бізде бұлардың барлығының қазір қалай орналасып тұрғанын көрейік. Мінекей, қазір қалай орналасып тұрғанын көріп тұрсыздар. Яғни мына жерде ешқандай жүйеге қолданылмаған, бірақ біздің жалпы ссылкамыз және де мына жердегі ұзындықтарымыз орын алып тұр. Енді өз кезегінде біздер бұны барлығын осы аймақтарға бірдей етіп орналастыру үшін флекстік жүйені қолданамыз. Ол үшін біздер мына жерге display flex және де оларды орталықтандыру және де ауқымға келтіру үшін justify контентті қолдандық. Енді осы жерден біздер space betweenді қолданамыз. Себебі біздің соңғы элементіміз соңғы аймақты және басындағы элемент басыңғы аумақты, қалғандары соған байланысты орналасу керек. Сондықтан осы жерді қолданамыз. Одан кейін біздер оны қарайық, мінекей жүзеге асты. Енді байқасаңыздар, үстіңгі жағына белгілі бір аумақ керек болып табылады. Сондықтан біздер бұны біріншіден қарап алайық. Элементімізді компьютер арқылы бүкіл біздің нәрселеріміздің жүзеге асып тұрғандығын көріп отырмыз. Енді келесі кезекте біздер мына жерде паддингті 0 деп берген болатынбыз. Егер қазір біздер маржин беретін болсақ, бұл басқаша конструкция ие болады. Сондықтан ыңғайлысы біздер паддингтің үстіңгі жағын және астыңғы жағын реттегеніміз болып табылады. Бұны мен сіздерге алдыңғы сабақтарда да үйреткен болатынмын. Әзірше 10 пиксель деп қарап көрейік, және де қандай нәтижеге жетті. Мінекей 10 пиксель аумақта жақсы нәтижеге жетті. Осылайша қалдырамыз. Енді егерде анықтап қарайтын болсақ, бізде белгілі бір точкалардың бар екендігін көріп тұрмыз. Бұл әдеттегі дұрыс мәселе, себебі бұл бізде unordered list болғандықтан, оның белгілі бір сандармен өрнектелмей, осындай символдармен өрнектелуі керек. Сондықтан оны жою үшін біздер list style tip деген бар. Бұл бізде dist'та тұр. Dist деген бұл бізде шеңберлермен қоршалған деген. Сондықтан соны алып тастау үшін біздер none деген әрекетті қолданамыз. Және де қарайтын болсақ, неке қараңыздар, ешқандай дөңгелектердің жоқтығын байқаймыз, яғни өзімізге қажетті аумақты алдық. Ендігі кезекте
тағы да бір ескерте кететін тұс бар. Осы жерде біздерде маржинді нөлге теңестіріп кеткеніміз дұрыс. Себебі егер де Bootstrap жүйесіндегі гридтік жүйені қолданатын болсақ, біз бұл жерде егер документацияны оқитын болсақ, бізде Bootstrap өз кезегінде маржин топты, маржин боттымды әрдайым бір ремге теңестіреді. Сондықтан осы нәрседен құтылу үшін біздер өз кезегінде маржинді әзірше 0 деп беріп, конструкцияларын дұрыстағанымыз жөн деп ойлаймын. Достар, келесі кезекте біздер өзіміздің ссылкаларымызға қажетті түсті беру үшін, яғни бақылайтын болсақ, мына жерде көк түске еніп тұр. Сол көк түсті жою үшін мен сіздерге стилистикалық қосымша жазуым керек. Меню, ол класстың өзін шақырайық. Бұл меню, қателеспесем, меню линк болып табылады. Қазір тексеріп көрейік. Неке меню линк. Осы меню линкті шақырып, оған өзімізге қажетті стилистикалық қосымшаны авокодтан берейік. Неке бұл жерде хейтқа шейін аламыз. Өзіміздің қажетті копировать етіп алдық. Және де бұл жерде font family керек емес. Себебі біздер мына жерде документте берген болатынбыз. Font size болар керек. Line height керек емес. Себебі бұл үлкен текстер үшін қажет функционал болып саналады. Так, бұл жерді тап арқылы реттеп артық қосымшаларды алып тастаймыз. Келесі кезекте бізде енді сайтымызды үңіліп көрейік. Қандай неке ақ түске барлығы түстердің басы осындай нәтижеге жетті. Және де бұл жерде қарап отырсақ, екі жағынан бірде паддинг емес екен. Соны дұрыстап, кішкене паддингімізді ауыстырайық. Мына жерде 13 пиксель деп ауыстырып көрейікші. Неке достар, дәл ортасына келді деп ойлаймын. Сондықтан осындай варианттың дұрыс болғандығын қалап тұрмын. Неке келесі кезекте біздер қарайтын болсақ, бұл жерде белгілі бір разделителдер бар. Бұл разделителдерді жасаудың бірнеше жолы бар. Div арқылы да жасауға болады. Алдыңғы жолы мен сіздерге divтің көмегімен жасауды көрсеткенмін. Осы жолы мен сіздерге border right-тың көмегімен жасауды көрсетемін. Бұл бізде белгілі бір элемент, әрқайсысы меню линк болғандықтан, олардың сыртына біздер белгілі бір border сыза аламыз. Соны бордердің тек қана бір жағын ғана сызып көрсетуге болады. Мысалы, бізде border тек қана мына жақ жағында бар. Сондықтан оң жақ жағынан border бар деп жазсақ, бұл нәрсенің шешімін табуға болады. Яғни border right бізде 2 пиксель деп айтайық. 2 пиксель ауқымда және де dotted. Неге dotted екенін сіздер білетін шығарсыздар. Себебі dotted деген бізде нүктелімен белгілену керек. Келесі кезекте бұл black болу керек, яғни түсі қара болу керек. Енді тексеріп көрейік сайтымыздан. Неке көрсеңіздер, өзімізге қажетті аумақты және де өзімізге қажетті нәрсені мына жерден алдық, бірақ өте тым жанына жақын орналасқан екен. Сондықтан соны түзеу үшін біздер паддинг берейік. Бірақ егер де барлық жағына паддинг беретін болсақ, ол төменнен де түседі, жоғарыда астынан да түседі. Сондықтан біздер тек қана паддинг right берейік. Ол бізде тек оң жаққа қарайта отступ беруін дейді. Яғни бұны біздер 28 пиксель деп көрейік. Қазір көрсетейік. Неке өзімізге қажетті аумақтарға енгізді, бірақ бір нюанс бар. Бұл жерде мына оставить заявкадан кейін бізде осындай бордер тұр, ал бұл жерде бізде қателеспесем оставить заявкадан кейін ол нәрсе жоқ. Неке сол нәрседен құтылу үшін біздер алдағы уақытта бақылаңыздар, бұны барлығы сіздерге үйретілетін болады. Келесі кезекте, егер біз бақылайтын болсақ, сайтымызға біздің хидеріміздің астында тағы бір subheader бар, яғни бұл жерде opacity бар, яғни мөлдірлігі бар, осындай жазылуы керек. Енді соны орындау үшін бізде бағана конструкция бойынша қателіктер кетті. Неке біздер хидердің ішіне контейнер салған болатынбыз, және де контейнер
навтың ішінде емес сыртында орналасқан. Егер де қазір біздер осы конструкциямен жалғастыра беретін болсақ, бізде тек бір хидер ғана мүмкін болады. Мысалы, бір элемент қана салуын керек болады. Егер де осыдан кейін жалғастыра беретін болсақ, біздерде мына жерде одан кейін менюдің жанына кетеді. Ал оны менюдің сыртына орналастыру үшін біздер конструкцияны кішкене өзгертеміз. Яғни мына жерде навты үстіңгі жағына қоямыз. Және оның ішіне div қосымшасы бар деп қарастырамыз. Қазір не үшін екендігін түсіндірем. Мінекей біздің divіміз бар, оның сыртында nav. Біздер белгілі бір nav элементін шақырдық. Навтың ішінде белгілі бір контейнер бар. Сол контейнердің көлемінде ол отступ жасайды, яғни өзінің пішініне келеді. Біз қалаған одан кейін оның ішінде меню бар. Мына жерде навтан кейін біздер кез келген нәрсе жаза аламыз, сәйкесінше ол астына түседі. Бұл жерде біздер жаңадан subheader атты класс ашайық. Бұл бізде divтік элемент болып саналады. Subheader классының ішіне біздер тағы да контейнер классын шақырамыз. Себебі ол да өз кезегінде қарасақ, авакодтан мінекей гридтік жүйенің ішінде мінекей мына жерде белгілі бір екі жағынан отступтары бар. Сондықтан контейнермен жұмыс жасаймыз, және де оның ішіне өзімізге қажетті элементтер салайық. Енді қандай элементтер болу керек? Біріншіден, мына жердегі мынау және де мынау бізде бүкілі барлығы бір эмблема болып саналады жазуымен бірге. Сол эмблема және астында тексттік официальный партнер деген болу керек. Және де звоните нам ежедневно деген тексттік жазу және де баттон болу керек. Осының барлығын қазір біздер жасайық. Оны эмметтің көмегімен жасап көрейік. Бірінші бізге column 4. Қазір бұның не нәрсе жазып жатырғандығымды мен сіздерге түсіндіретін боламын. md4 элементі. Келесі кезекте call md2 элементі. Және де call md2 элементін шақырамыз. Және де осы жерде не бар екендігін айтайық. Егер де біздер гридтік жүйені, bootstrap гридтік жүйесін қолданайын деп жатырмыз, сол үшін осы call md4 атты класстарды шақырып жатырмыз. Бұл тікелей мына bootstrap гридтік жүйесімен жұмыс істегендіктен бұл класстар осы bootstrap грид жүйесінен шақырылады және де іске қосылынады. Яғни бұл ешқандай стилистика көмегінсіз біздер қазір аумақ беріп жатырмыз. Мысалы қарайық, біздің бірінші элементіміз мына жағынан бір не есептелмеген кезде, бір колумн есептелмеген кезде, жалпы гридтік жүйені сіздерге алдыңғы сабақтарда айтқан болатынмын. Жалпы бұл осындай 12 колумннан тұратын осындай жүйе болып саналады. Осы жүйені істей отырып, біздер өзіміздің элементтерімізді қоя аламыз. Яғни мынау белгілі бір тақта дейтін болсақ, бір элементті соған стикерше жабыстырып, сол орнынан айнытпай істей аламыз. Неге мысалы, біздің Uber логотипіміз бірінші, екінші, үшінші және де төртінші аймақта орналасқан. Неге төртінші? Мына жерде элемент жоқ қой деп санасаңыздар, мына жердегі элемент мынау бір элемент, екі элемент, екі колумн, үш колумн және де мына W колумы, жазуы бізде мына элемент үшін орналасады. Сондықтан жалпы біздер 4 колумндық жерді алып тұр деп айтамыз. Себебі егер де қазір біздер 3 колумнды алып тұр десек, мына жерден шорт кесіледі деп біздің W-міз жүзеге аспай қалады. Сондықтан артығымен 4 колумн жерді алып тұр дейміз. Яғни біздер осы 4 колумн жерге өзіміздің элементімізді бекітіп тұрмыз. Одан өзге бізде ортасында екі элемент, яғни екі колумн бос орналасқан, одан өзге тағы да екі колумн орналасқан. Звоните нам атты екі колумндық жерді қамтиды. Бұл тоже класс ретінде сондықтан жазып жатырмыз. Және де мынау да екі колумнды құрайды. Егер де кодымызды қарайтын болсақ, бізде 4 колумн, 2 колумн және де 2 колумн жерді алатын осындай элементтерді ауқымдарын осы арқылы белгілеп отырмыз. Енді келесі кезекте бізге айтуларыңыз мүмкін.
мысалы мына жерде бос орындар бар ғой, оны қалай жазамын, мына жер, мына жер, мына жер, мына жерді қалай жазамын дейтін болсаңыздар, бұл жерде тағы да offset деген дүние бар. Offset әзірге бірінші үшін offset 1, мына жерде offset дұрыстап жазайық, offset 1, келесісінде offset 2. Не үшін ол нәрсе екендігін қазір сіздерге түсіндіретін боламын. Үшіншісі үшін керек емес. Offset дегеніміз бұл мына жердегі бос орындар, яғни мен бір бос орынды тастаймын, сосын 4 колон жерге менің элементім орналасады деген мағынаны білдіреді. Бірінші строк, екінші строк бойынша 2 offset жер, одан кейін менің екінші элементім орналасады деген сөз. Және де үшінші элемент өз кезегінде жүзеге асады, бірақ кейінгі элементті мен сіздерге жазбай кеттім. Не үшін деп ойлауларыңыз мүмкін. Автоматты түрде bootstrap есептейді. Мына жерде бізде 4, 2, 4, 1, яғни 5 мына элемент біздің бірінші логотипіміз және жазуымыз 5 колонды құрайды жалпы есеппен. Мына колон бізде 4 колонды құрайды. Мына элемент бізде 4 колонды құрайды. Звоните нам деген. Ал біздің баттонымыз 2 элементті құрайды. Осылайша үшеуін қосқан кезде 12-ден 11 колонды құрап тұр. Ар жағындағы бір колон бос, яғни өз кезеңде бұл оны бос ретінде қабылдайды. Сондықтан бұл жерге оны жазып қажет емес. Егер де оның алдында бір орын болатын болса, бұны offset 1, md1 арқылы жазуға болатын еді. Бұл жерде md-дің не мағына білдіретіндігін жалпы толық оқыларыңыз келсе, осы конфигурацияны мына жерде сіздерге Bootstrap жүйесіндегі search барға жазып, сол арқылы не мағына білдіретіндігін көре аласыздар. md hd не мағына білдіретіндігін біле аласыздар. Xbox-тық жүйеде қандай нәрсе бар, және де ол не мағына білдіретіндігін осы класстарды іздеу арқылы, осы класстардан білім алу арқылы біле аласыздар. Келесі кезекте енді әрқайсының ішіне өзінің элементтерін жазуымыз қажет болып саналады. Элементтерін жазуымыз қажет, және де ең алдымен біздер стилистикалық қосымша беріп алайық осы subheader классына. Subheader классына бірінші subheader классын шақырамыз. Шақырдым. Енді өз кезегінде оған Java кодтағы оның мына жердегі клеттік жүйені өлшеуге тұрайық. Мына жердегі барлық конфигурацияларын копировать ететін боламыз, және де айтатын боламыз сіздерге. Background color бізде қара, және де opacity 0.6. Бұл жерде opacity 0.6 деген сөз қате. Avacode көп жағдайда осындай қателіктер жібереді, яғни барлық opacity деген бізде мөлдірлікті 60%-ке теңестіріп тұр. Бұл неге қате деп ойлайсыздар? Мысалы, біздің қазір сайтымызда бұл барлығы дұрыс көрініс табуы мүмкін. Мына аумақта қазір жазуларымыз қамтылуы керек. Бірақ егер де бұл жерге тағы да бір элементтер салынатын болса, оның да мөлдірлігі 60%-ға тең болады. Сондықтан, мысалы, subheader'ın ішіне 1 деп жазып көрейін, сіздерге көрінікті болу үшін. Және де сайтымыздан қарасақ, қара түстің орнына сұрт енгізіліп тұр. Демек, элементтерімізде также opacity осындайға ауысады. Сондықтан, оны реттеу үшін сіздерге бізде background color'да қалай жазатындығын білесіздер. Тек соны RGB функционалы арқылы жазып көрсек. Яғни RGB бізде тек фон үшін керек қой бұл нәрсе 0, 0, 0 бізде қара түсті білдіреді. Және де альфа деген нәрсе бар, RGBA деген секілді. 0.6 қазір әнежде бұл өз кезеңде 60%-тік альфа, яғни transition альфа бөлігі, яғни ақ мөлдірлігі оны 60% деген мағына білдіреді. Нәрсе RGBA болу керек. Осылайша біздер opacity-ның орнына осындай нәрсені қоямыз. Енді тексеріп көрейік.
мінекей ешқандай өзгеріс жоқ. Енді келесі кезекте біздер индекс HTML-дың ішіне өзімізге қажетті нәрселерді жазуымыз қажет. Яғни бірінші класс үшін, екінші класс үшін не нәрсе керек, және үшінші класс үшін. Бірінші класс үшін бізге мінекей бірінші лого болу керек, мына лого, және де официальный партнер деген жазуы болу керек. Сол нәрсені жасау үшін бірінші логотипке мен image арқылы да шақыра аламын, және де ссылка ретінде де шақыра аламын. Ссылка ретінде шақырған жақсы. Логотипті неге? Логотиптің үстіне басқан кезде қайтып сол сайт жайлы ақпаратты қайтып әкелу үшін сол нәрсені қолдануға болады. Сондықтан мен ссылка ретінде жазамын. Оған өз кезегінде класс берейін, subheader logo деп аталсын. Image-тің көмегімен осындай нәрсе жазамын. Image болу керек, оның ішінде image. Енді басып қаламыз. Мінекей өзімізге қажетті ссылка шықты. Әзірге бұл заглушкаға сала тұрамыз. Класс subheader logo. Енді мына жерде өзімізге қажетті суретті шақырайық. Бұл бізде icons папкасының ішіндегі лого деген png болып саналады. Және де альтқа да лого деп берейін. Қазір лого. Мінекей. Егер де мен логоның үстіне басатын болса, ол белгілі бір осы сайтқа келеді. Келесі кезекте бізге астындағы оның жазуы үшін div создавать етуіміз керек. Официальный партнер деп тұр. Бұл жерде subheader official деп қояйық. Себебі официальный деген сөз бар ішінде. Official деп создавать еттік. Енді осының ішіне жазуын жазайық. Мінекей копировать етілді жазуы. Енді қойдық. Кейінірек енді келесі конструкцияны жасайық. Бұл бізде екінші конструкциямыз. Бұның ішінде не болу керек? Звоните нам ежедневно, және де номер болу керек. Үшіншісінде бұл сурет болу керек. Баттон болу керек. Енді солардың конструкциясын жазайық. Бірінші бізде жаңадан subheader класс деген дивтік subheader call деп аталынатын класс ашайық. Бұның ішіне біздер звоните ежедневно деген сөзіміз жазайық. Себебі мінекей звондау туралы айтып тұр. Келесі кезекте тағы да дивтік текстік див ашуымыз керек. Бұл жерде бізге номер жазу үшін subheader form деп ашайық. Subheader form деп аштық. Енді осының ішіне өзімізге қажетті номерді жазайық. Мына жерде еске сақтау керек. Қазір мен сізге бұл нәрсені үйретемін. Бұл өте пайдалы нәрсе. Бұны біздер дивтің көмегімен емес, ссылканың көмегімен жазайық. Себебі ссылканың үстін басқан кезде, чтобы біздің номеріміз жазылатындай етіп, сондай нәрсені жасауға болады. Subheader деп алайық. Және де мына жерге өзіміздің номерімізді жазып кетеміз. Мінекей номерімізді жаздық. Енді мына жерге мен сізге қазір бір нәрсе үйретемін. Бұл бірден біздің жаңағы немізді басқан кезде, номерімізді басқан кезде бірден бізге звондай алу мүмкіндігін тудырады. Яғни контакт ашылады. Соны істеу үшін біздер tell деген нәрсені жазамыз. Және өзімізге қажетті номер жазамыз. Және де айта кетерлігі, бұл жерде біздер осындай орталарында отступ болмау керек, яғни пробел болмау керек. Барлығы бірге жазылу керек. Және де +7 деп жазбаймыз. Осыны 8-дің көмегімен, немесе 7-дің көмегімен жазуымыз қажет. Мінекей екінші нәрсені де жаздық. Енді үшіншісі бұл бізде баттон болған болатын. Баттонды жасау үшін біздер баттон деп жаза саламыз. Және де оның классы subheader button деп аталынсын. Себебі баттон деген мағынаны білдіреді. Енді бұл жерге заказать звонок деген сөзді копировать етіп қоймыз қажет болып табылады. Мінекей жасап шығардық. Енді өз кезегінде әрқайсына стилистикалық қосымша береміз. Содан кейін сайтымыздың қандай болғандығын байқаймыз. Ең бірінші сайтымыздан қарап көрейік. Мінекей осындай.
логомыз қойылды. Үстінен басқан кезде қазір жүзеге асып жатады. Заметьте нам жерде бұның барлығын дұрыстау керек, яғни стилистикалық қосымшаларын жасайық. Ол үшін мен бірінші сабхидер логоны шақырайын. Логотиппен жұмыс жасауымыз керек. Сабхидер логоға біздер логотиптің ұзындығын алайық. Бұл жерде кішкентайынікі осындай. Оған қосылған кезде бізде примерно width'ін біздер белгілі жол бойынша 100% деп алуымыз қажет, себебі біздің алған осы 4 колонымызға толық орналасу қажет. Бұл жерде және де айта кетерлігі max width'ті қолданған жөн, себебі біздің логомыз ауысқан кезде де осы ссылка арқылы осындай қалыпта орналаса береді. Ол өзгеріп басқа аумаққа ауыспайды, осы 100% осы 4 колонның ішіне орналасатын болады. Лого әбден өзгеруі мүмкін, себебі логотиптер жиі өзгеріске ұшырап жатады. Келесі кезекте біздер жоғарғы жағынан оны margin top беруіміз қажет. Margin top беруіміз керек. Margin topты қазір анықтайық авокодтан. Мына жерден аламыз. Міне 16 пиксель екен. 16 пиксель деп жазуымыз қажет. 16 пиксель. Окей. Ендігі кезекте біздер не нәрсе жасауымыз керек, қарап көрейік. Сайтымыздан ешқандай өзгеріс таппады. Себебін мен білетін секілдім. Себебі inline элемент болып саналады. Сондықтан оған margin топтар әсер ете қоймайды. Бұл жерде 100%-ке қойын. Так, біздегі элементтерді қарап көрейік. Жүйесін display. Қазір элементімізді алып. Бұл бізде image болғандықтан, бұл image бізде display жағынан inline блок болып саналады. Сондықтан оны түзеу үшін біздер оның блокын ауыстырайық. Блок. Display блок деп өзгертеміз, және де тексеріп көрейік тағы да. Мына жерде қате конструкция кетіп жатқан секілді. Margin топының 6 пиксель. Display блок, max width 100%-ке тең. Subheader logo деген бізде мынау класс тағы да бір тексеріп көрейік. Мына жерде бізде белгілі бір ашық аумақ қалып тұр. Осыны жою үшін біздер не үшін болған қарап көрейік. Бұл жерде line height ешқандай жерде жоқ қой. Margin топтап тастап көрейік. Так. Қазір бұл нәрсені өңге жатамыз. Қазір қалғандары үшін жазып қойып, сосын осы margin топпен тағы да бір жұмыс жасайтын боламыз. Келесі кезекте бізде subheader логодан кейін бізде subheader логодан кейін бізде official болып саналады. Subheader official. Дұрыс жаздық па? Subheader official, Subheader official'дың ішіне
өзімізге қажетті нәрселерді копировать етеміз. Бұл жерде опаситиға тиіспейміз, себебі бұл жазудың опасити болып саналады. Font family'ді қажет емес, себебі font family жазған болатынбыз, line height керек емес. Қалғандарының барлығын біздер жаза береміз, және де тексеріп көрейік. Сайтымыздан неге өзгеріске ұшырады, бірақ бізде элемент екі ортасында неге 11 пиксельдік жазумен екі ортасында мінеке жалпы логоны санаған кезде 6 пиксель орталарында айырмашылық бар екен. Сондықтан соны жасау үшін margin top енгізейік. Margin top 6 пиксель. Мінеке жүзеге асты ма екен, тексеріп көрейік. Мінеке орталарында жүзеге асты. Келесі кезекте бізде жасаймыз subheader call'ды шақыруымыз қажет. Мына жердегі нәрсені, сосын мына жердегі нәрсені жасауымыз керек. Так, subheader call. Subheader call'ды шақырдық. Енді оның ары қарайда жасау үшін subheader call'да бізде өзіміздегі осы стилистикаларын копировать етеміз. Және де вставляем. Потом келесі кезекте бізде line height керек емес, және де font family керек емес. Одан кейін бізде subheader font деген класс бар. Font деген класс бар, соны шақырып, оған қажетті аумақтарды берейік. Subheader font, яғни бұл бізде ссылка түрінде келіп тұр. Оның мына жердегі аумағын, түстерін копировать етіп қойып көру керек. Font family бірден керек емес, line height керек емес бірден. Және де оларға белгілі бір margin керек болады. Мына жерге және де мына жерге margin жасау керек. Сол margin'дарды жасау үшін біздер тексеріп алайық. Мына элемент пен мына элементтің арасы 23 пиксель екен. Соны өзгертеміз, және де бізде фон екеуінің арасы 8 пиксель екен. Сондықтан соны өзгертеміз. Margin top екеуіне де қосу керек болады. Мына жерде margin top 8 пиксель. Мына жерде margin top бізде қателеспесем 23 пиксель. Ендігі кезекте біздер тағы да жүзеге асырамыз. Тағы да енді button'ды шақыруымыз қажет. Subheader button. Button'ды шақыру үшін біздер оған барлық нәрселерін кодтан копировать етуіміз қажет. Width'тан бастап бұл жерлерді сіздерге түсіндірем. Сондай-ақ бізде текстті қосымша бар. Текстті қосымша үшін кодтың бөлек копировать етіп қоямыз. Енді естеріңізде болса, бізде box shadow деген маған ұнамайтын нәрсе, сондықтан бұны копировать етпейміз. Border және де gradient неке. Енді осыны сайттан көрейік.
мына жерде бізде белгілі бір конструкциялық қателік жүзеге асып жатыр, сондықтан бұл